Сәлем, қалайсыздар? Бүгін біз Жапониядағы жалпы медицина туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Негізі мен бұл видеоны жазбас бұрын бірнеше жаңағыдай ютуберлердің осы Жапониядағы медицинаның хал жағдайы туралы қандай деген ойда деген кішкене ізденіс жүргізген болатынмын. Сөйтіп біреулері жақсы десе, енді біреулерінің көңілдері толмаған екен. Бірақ мен өзімнің басымнан өткен жаңағыдай мысалдарды келтіріп айтып берейін, ал бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар. Бәріміз білеміз, Жапония ол жаңағыдай медицинасы болсын, басқа да бір жақтары болсын, жаңағыдай алдыңғы қатарлы елдердің бірі болып саналады. Ең бірінші мысалды ол тіс дәрігеріне бастағым келіп тұр, себебі ол менің бірінші жаңағыдай оқиғам болған. Осы Жапонияда ең бірінші барған дәрігерім ол тіс дәрігері болды, стоматолог. Міне біз тіс емдетуге келдік. Қазір кіріп, мүмкіндік болса сіздерге көрсететін боламын. Сосын тіс емханасы туралы кеңірек толық ақпарат беріп өтемін. Әзірше сіздерге тіс емханасын көрсетейін, қандай болады екенін. Докторханамыз мына жерде. Міне аты жазылған, жұмыс істейтін уақыттары, телефон нөмірлері, жұмыс күндері деген сияқты. Сол ішіне кірген кезде дереу ресепшн. Жалпы тіс емдеу деген кезде маған жаңағыдай ол ауру сезім болады, жағымсыз, сондай деген ассоциация болады деді. Сол себепті жаңағыдай тісті емдетуге кішкене қорқын қарайтын едім. Бірақ осы Жапониядағы тіс емдеткен кезде, шынымды айтсам, өте ұнады. Ешқандай да ауру болған жоқ. Менің жаңағыдай тісіме жасалған процедуралар ол жаңағыдай тісті тазалады. Жаңа қан құрттардан және де бір емдік қасиеттері болды. Сонымен қатар жаңағыдай басқа ағарту, тағы басқа деген сияқтылар болатын, бірақ біз оларды әзірше қоя тұрған боламыз сол уақытта. Бірақ жаңаға жоғарыда аталып өткен процестер ол жаңағыдай өте ешқандай да аурусыз, сондай жақсы жағдайда өткен болатын. Екінші бір мысалы, яғни ол жүктілік кезіндегі дәрігерге қаралу. Бұл біздің бастан өткен тәжірибемізде жақсы тәжірибелердің бірі болды. Дәрігерге біз әр 2 апта сайын қаралып тұрдық. Бұл 2 апта сайын барған кезімізде баланың жаңа жүрек қағысын, тағы да басқа жаңағыдай әр апта сайын баланың жаңағыдай бір мүшесі немесе бір қасиеттері дами бастайды ғой. Солардың бәрін бізге айтып отырған. Және де бұл жерде бір енді жақсы ма жаман ма білмейміз, Японияда ешқандай да дәрі маған жазып берген жоқ. Мен өзім жаңағыдай басқа жүкті қыздар, дос қыздарымнан сұраған болатын, осы жүктілік кезінде қандай витаминдер ішсем болады деген кезде маған сол фолиевый қышқылды іш деп айтқан болатын. Сонымен мен дәрігерге барып осыны ішсем бола ма, қалай деген кезде, әрине болады, өзің қалауыңмен ішсең де болады, ішпесең де болады деп айтты. Маған дәрігер осыны ішу керек, андай-мындай деп ештеңесін жазып берген жоқ болатын. Енді бұл бір жағынан жапондардың психологиясын біз білмедік қой, бірақ бір жағынан бұл жақсы ма деп те ойлайсың, ешқандай да дәрісіз деген сияқты. Себебі біздің тарихымызға үңілетін болсақ, біздің ата-бабаларымыз, ата-апаларымыз үлкен алпауыт батырларды дүниеге әкелген болатын. Сол бізге негізі ең ұнағаны, сол 2 апта сайын барып тексерілесің, баланың жағдайын тұрақты түрде біліп отырасың. Бұл бізге өте жаңағыдай ыңғайлы болды. Және де бір қызық жағдайды айтып өтейін. Мысалы, Жапонияда мысалы біз докторханада 5 күн жаттық. Сол 5 күннен кейін жаңағыдай үйге шығатын кезде бүкіл сол 5 күн бойы әр медсестра, олардың жаңағыдай ауысымдары болады ғой. Сол әртүрлі медсестра саған қарайды. Ханадан шығатын кезімізде бәрі де бізге жаңағыдай бір
өте керемет шығарып салу болды. Бәрі де бізге сау болыңыздар, андай мындай деп жаңағы жапонша сөздерін айтып, сондай бір жақсы бір көңіл күй сыйлаған болатын. Бұл жаңағы дәрігерлер тарапынан мысалы сол кезде есімде қалып кеткені, бір жаңағы доктор қыз болмай қалыпты, сол доктор қызды шақырып былай осылай кетіп баратыр Омарсан, сонымен бізді солай шығарып салған болатын. Және де біздің жаңағы бөпемізге өздері мындай бір ашық хат жазды. Сол жерде суретін болсын мына жерге қойып қоямын. Нашатайдың суреттерін бәрін жазып, құтты болсын Наша деген сияқты қылып өздерінің лебіздерін білдірген болатын. Келесі бір оқиға, ол менің жаңағыдай қолымнан құрғақтан ба жаңағыдай бір қышыма сияқты бір нәрсе пайда болды. Тек қана қолдарында, мына саусақтардың арасында сондай пайда болды. Өзі кететін шығар деп жүрдім, бірақ бір апта, 2 апта болды. Сонымен кетпегеннен кейін осы докторханаға баруға шешім қабылдадық. Бардық, сол кезде дәрігерге жолықтық. Дәрігер көрді де айтты, бұл жаңағыдай ыдыстарды жуған кезде жаңа арнайы сабындар болады, соны қолданғаннан, құрғақтан бәрінен осындай пайда болуы мүмкін деді. Бір крем, сосын бір кішігірім бір дәрі бар, соны жазып берді. Сол дәрігерге барған кезде, сол кезде де маған жағып берді. Маған осыны күніне 2 рет азанда кеште жағып жүр деп айтты. Сол жағып берген кезде негізі 1 сағат, 2 сағаттан кейін ба білмеймін, қышуы басылды. Одан кейін кететін сияқты ма деп енді білмеймін, ол кезде назар аудармай кеттім. Сыртта жүргеннен кейін үйге келіп жақтым кешкісін. Сосын таңертең қарасам, ана қызарғаны кішкене басылды. Сонымен тағы 1 күн жақтым, одан кейін кете бастады. Енді бұл білмеймін қандай жаңағыдай қасиеті бар дәрі, бірақ өте жақсы әсер еткен болатын. Сонымен қазір қолым жақсы. Жалпы осы Жапонияда медициналық сақтандыру бар. Ол тіпті студенттерге де беріледі. Менің жағдайымда мен 2 жылдан астам уақыт студенттік сақтандыру болды, ал қазіргі уақытта жаңа жолдасымның компаниясы бізге сол сақтандыруды қамтамасыз етіп отыр. Ай сайын жаңағыдай өте көп мөлшерде емес, белгілі бір мөлшерде ақшасын төлеп отырасың, белгілі бір сомада. Бірақ оның пайдасы өте көп, әсіресе балаларыңыз болса, ол тіптен өте жақсы. Мысалы, дәрігерге қаралу кезінде мемлекет сол сақтандыру 70%-ын төлеп береді сіз дәрігерге қаралғандағы соманың. Ал қалған 30%-ын сіз өзіңіз төлейсіз. Мысалы, біз тіс дәрігеріне барған кезде, жүктілік кезіндегі дәрігерге барған кезде, дерматологқа барған кезде де бізге жаңағыдай осы сақтандырудың көмегі өте көп болды. Тағы да бір айта кететіндей, бұл жерде мысалы жүктілік кезіндегі сақтандыру қалай жұмыс істеді. Біздің мысалы тұрған жерде қала аймақтық жаңағы басқару орны бар. Біздің мысалы жаңағыдай халыққа қызмет көрсету орталығы деген сияқты. Сол жерге барып біз жаңағыдай сол жүкті деген қағаз сияқты бір кітапша болады. Мына жерге суретін қойып қояйын. Сол кітапша, ол кітапшаның артында билет болады. Ол билеттің жаңағыдай әр билеттің сомасы берілген. Қанша билет бар екен қазір есіме түскен кезде астына жазып өтермін. Сол билет арқылы біз жаңағыдай қаралып, сонымен төлеп отырамыз. Яғни сенің жаңағыдай өзің қалтаңнан ешқандай да ақша шығармайсың. Сол сақтандыру плюс сол жаңа билеттің көмегімен сен сол жүктіліктің бүкіл аралықта сол жаңағы немен көмекпен пайдаланып дәрігерге қаралып тұрасың. Енді Жапониядағы дәріханалар туралы қысқаша айтып өтсем, бұл жақтағы дәріханалар мен өзім 2 топқа бөліп қойғанмын. Біреусі жаңағыдай рецепт бойынша дәрі береді, екіншісі сен өзің барып ала берсең болады. Бұл жердегі 1-ші топқа жататындары, бұл аты айтылып тұрғандай, сен дәрігер саған рецепт жазып береді. Сол рецептті сен дәріханаға апарып, саған сол дәріні сол жер ғана бере алады. Екіншісі жаңағыдай ол витаминдер, мысалы сол сыртқа қабылдайтын, сыртқа жағатын майлар деген сияқтыларды, сол дәрілік құрамы бар. Соларды сен өзің барып жаңағыдай ала берсең болады. Бұл дәрілік препараттарға да медициналық сақтандыру жүреді. Ал ендеше бүгін осы Жапониядағы медицина туралы сіздерге қысқаша ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Бірақ дұрыс па, бұрыс па, оны өздеріңіз бағалай жатарсыздар.
Егер видеомыз ұнаған болса, астына ұнайды батырмасын басып, каналымызға тіркеліп, егер де басқа достарыңыз Жапонияда жүрген болса, немесе келгісі келетін болса, осындай жаңа маңызды ақпаратпен олармен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр. Сіздерге көп рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.